Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалауды қалай құрастыруға болады? Ол үшін сол жақ мәзірдегі сабақ конструкторы бөліміне кіріңіз. Ашылған терезеде өзіңіз құрастырған барлық сабақтарды, БЖБ, ТЖБ-ларды көруге болады. Өзіңізге керегін таңдап қарауыңызға болады. Жаңа бөлім бойынша жиынтық бағалау немесе 90-дық жиынтық бағалауды құрастыру үшін сабақты қосу батырмасын басыңыз. Бұл жерде өзіңіздің пәніңізді таңдаңыз. Мысалы, қазақ тілі. Сыныпты таңдаңыз. Мысалы, 11-ші сынып. Оқыту тілін таңдаңыз. Қазақ тілі. Және сабақтың түрін таңдаңыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау немесе жаңа мұғалімнің сабағы. Қазір біз сіздермен 90-дық жиынтық бағалауды құрастырып көреміз. 90-дық жиынтық бағалауда бөлім бойынша жиынтық бағалаудағы барлық функциялар бар. ТЖБ-ны таңдаймыз және сабақты қосу батырмасы деген жерде бізде 3 бөлім бар. Яғни біріншісі жаңа 90-дық жиынтық бағалауды жаңадан құрастыру, немесе осының алдындағы құрастырылған ТЖБ-лардың біреуін қолдану, немесе онлайн мектеп платформасы ұсынған дайын ТЖБ-ларды қолдану. Ал біз сіздермен жаңа ТЖБ-ны таңдап құрастырып көрейік. Жаңа ТЖБ-ны таңдап құру батырмасын басыңыз. Міне біз 90-дық жиынтық бағалау конструкторына келдік. Сол жақ мәзірде сабақты баптау бөлімінде біз пәнін, сыныбын, оқыту тілі мен уақытын өзгерте аламыз. Уақыт минутпен берілген. Мазмұны бөлімінде біз жиынтық бағалаудың 90-ын таңдаймыз, мысалға бірінші 90, және де жиынтық бағалаудың ерекшелігін толтырамыз. Бұл жерде өз мәтініңізді, яғни жиынтық бағалаудың ерекшелігін енгізіп, оны өзгертуге мүмкіндіктер бар. Және қосымша суреттерді бекіту мүмкіндігі бар. Жиынтық бағалаудың мазмұнын толтырып болғаннан кейін тексерілетін мақсаттарға көшіңіз. Мақсаттарды толтырыңыз. Төменде ойлау дағдысын деңгейін таңдаңыз. Мысалы, білім және түсіну, қолдану немесе жоғары тәртіптегі дағдылар. Бағытын таңдаңыз. Сөйлеу, жазылым, оқылым немесе тыңдау. Қосымша тағы да мақсатты қосуға мүмкіндік бар. Бұл жерде де ойлау дағдысын деңгейі мен бағытын таңдаңыз. Мақсаттарды өшіру батырмасы да қарастырылған. Мақсаттарды толтырып болғаннан кейін, сол жақ мәзірдегі бөлімді қосу батырмасын басып, жаңа бөлім қосыңыз. Сақтау батырмасын басып, біз жаңа бөлімді қостық. Сол жақ мәзірдегі тапсырма қосу батырмасын басып, жаңа тапсырма қосып көрейік. Бұл жерде 4 жаттығудың түрі берілген. Бірінші жаттығу ашық жауаппен жаттығу, екіншісі ашылмалы тізіммен жаттығу, яғни тізімдегі бірнеше жауаптардан дұрыс жауабын таңдау қажет. Және бір дұрыс жауабы бар, сонымен қатар бірнеше дұрыс жауабы бар тест сұрақтарын құрастыруға болады. Біз бірнеше дұрыс жауабы бар тест жаттығуын құрастырып көрейік. Таңдағаннан кейін құру батырмасын басыңыз. Тапсырма конструкторы ашылды. Тапсырма түрін таңдаймыз. Қысқаша жауап, толық жауап немесе көпше таңдау. Тапсырма мәтінін енгізіңіз. Төменде жауап нұсқаларын көрсетіңіз. Жаңа нұсқаны қосу үшін жауап нұсқасын қосу батырмасын басыңыз. Барлық нұсқаларды қосқаннан кейін дұрыс нұсқаларды белгілеңіз.
нұсқаларды өшіру мүмкіндігі де бар. Төменге түсіп, мұғалімге ғана көрінетін қосымша ақпаратты енгізуге болады. Ары қарай, осы жаттығуды орындауға қанша минут керек екенін көрсетіп, және жоғарғы балды көрсетіңіз. Төменде өзіміз дайындаған мақсаттарды таңдаймыз. Өшіріп, басқа мақсатты таңдауға мүмкіндік бар. Толығымен толтырғаннан кейін сақтау батырмасын басуға ұмытпаңыздар. Біз сіздермен 90-дық жиынтық бағалау конструкторы арқылы жиынтық бағалаудың мазмұнын, тексерілетін мақсаттарын, жаңа бөлім және жаңа тапсырма құрастырдық. Қалауымызша шексіз жаңа тапсырмалар мен бөлімдерді қосуға болады. Енді осы құрастырған 90-дық жиынтық бағалауымызды сабақ кестесіне қосайық. Ол үшін сабақ кестесіне барып, редакциялау батырмасын басып, сабақты қосу батырмасын басыңыз. Сыныпты таңдаңыз. Біз 11-ші Ә сыныбына құрастырған болатынбыз тжб-ны. Пәнді таңдаймыз, қазақ тілінен. Топты таңдаймыз, мысалы 1-ші топ. Сабақтың түрін таңдаймыз, яғни 90-дық жиынтық бағалауды құрастырған болатынбыз. Және сабақ таңдаймыз. Менің тжб, яғни біз құрастырылған тжб-лардың ішінен таңдаймыз. Сабақтың үлгісі, яғни 1-ші 90 бойынша жиынтық бағалауды құрастырған болатынбыз. Сақтау батырмасын бастық. Міне біз сабақ кестесінде өзіміз құрастырған 1-ші 90 бойынша жиынтық бағалауды бекіттік. Қалауымызша өзгертуге және өшіруге мүмкіндік бар. Артқа батырмасын басыңыз. Осы бейненұсқаулықта біз онлайн мектепте 90-дық жиынтық бағалауды қалай құрастыратынымызды көрдік және оны сабақ кестесіне бекіттік.